Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Алдарыңызда NAT Robo.com 2019 ұлттық роботехника сайысының робо ақсүйек категориясы бойынша сайыс алаңы. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, бұл сайыс алаңы екі бөлікке бөлінген. Бірінші бөлігі ол ақсүйекті іздеуге арналған бөлік болса, екінші бөлігі берілген сызықпен жүріп өтуге тиіс роботтарыңыз. Енді бұл сайысқа қатысу үшін сіздерге екі автономды робот құрастыруларыңыз қажет. Ол автономды роботтың бірі ақсүйекті іздеу болса, екіншісінің міндеті берілген ара қашықтықты, яғни сызық бойымен жүріп өту. Роботтарыңызға қойылатын талаптар. Роботтарыңыздың салмағына шектеу келтірілмейді. Роботтың көлемі 20-20 см-ден аспауы тиіс. Сонымен бірге роботтарыңыздың құрылысында алаңға кедергі келтіретіндей немесе қарсылас роботқа зиян келтіретіндей конструкторлар болмауы қажет. Сонымен бірге роботтарыңызда алаңға тасталған сүйекті, төрешінің тастауымен тасталған сүйекті өзіне қарай жақындатып алатындай сондай механизмдер қолдануға болмайды. Сүйекті тек қана робот өзінің датчигімен іздеп барып қана табуы тиіс. Енді жарыстың өту барысы. Роботтарыңыз өздеріңіз көріп тұрғаныңыздай алаңда екі бөлікке бөлінген екі алаңның екі бөлігінде де 4 нөмірлі сандар бар. Төреші түскен 4 командаға сан таңдатады. Егер де сіздің командаңызға екінші нөмірлі сан түскен болса, онда екі роботыңыз да алаңның екі бөлігіндегі 2 деген нөмірлі санға орналасады. Төреші роботтар орналасқаннан кейін ақсүйекті осы қара алаңға тастайтын болады. Старт командасы басталғаннан кейін бірінші бөліктегі, яғни ақсүйекті іздеуге арналған роботтар іске көшеді. Олардың міндеті сүйекті іздеп табу. Сүйекті іздеу барысында роботтарыңыз берілген қара аймақтан шықпауы тиіс. Қара аймақтан шығып кеткен робот жарыстан, яғни осы сайыста жеңілген болып саналады. Роботтарыңыз ақсүйекті тапқаннан кейін ол алаңның екінші бөлігінде тұрған өзінің жұбына белгі беру қажет, яғни сүйекті тапқаны жөнінде. Сол жағдайда ғана барып екінші бөлікте тұрған роботтарыңыз іске қосылып өз қызметін бастауы тиіс. Одан бұрын жүріп кетуіне болмайды. Сүйекті тапқан роботтарыңыз сол сүйектің үстінде, яғни программасы қосулы күйінде тұруы тиіс. Программаның тоқтап қалуына болмайды. Ол бір жағынан сүйекті өзінде ұстап тұруға және қарсыластарға сүйекті бермеуіне мүмкіндік береді, яғни өзі ұстап тұруына. Осы сайыста бір тапқан алғашқы команда келесі кезеңге өтеді. Бір топтың ішінен 4 команданың ішінен сайысқа келесі кезеңге 2 команда өтеді. Енді таба алмаған 3 команданың арасында ойын екінші рет ұйымдастырылады. Осы 3 команданың ішінен тапқан екінші команда сайыстың келесі кезеңіне өтеді. Бірінші тапқан алғашқы командаға 2 ұпай берілсе, екінші тапқан командаға 1 ұпай беріледі. Бұл ұпайлар топтық кезеңге шыққанша анықталады. Финалдық кезеңде тек қана алғашқы тапқан команда ғана жеңімпаз болып табылады. Содан кейінгі тапқан 3 команданың арасында өткен жарыстан екінші орын, сәйкесінше қалған 2 команданың арасында ойнатылып, үшінші орындар анықталады.